Қайырлы күн құс қауым. Мына менің тауықтарым. Так, шатс бәрі. Шатс. Биыл бұлар июльский. Жазда көршімнен жұмыртқа алып едім. 20 жұмыртқа алдым. Соның 20-сы да шықты. Кілең курочка тауық болды. Әтеш жоқ ішінде. Қандай жақсы да. Әншейінде племзаводтан, неден заказ беріп алдырсақ, кілең әтеш шығады. Толып. Амно енді домашний көршімнен алып едім. Мен постоянно порода шығаратын едім. Осы биыл араластан жақсы көршімнен ала қойыншы деп шығарғам. Кілең тауық шықты. Әтеш жоқ. Енді бір сильный әтеш әкеліп қосып қоям қастарына. Алла бұйыртса, осы январдан бастап жұмыртқа беру керек. Так, июльдің 20-ларынан кейін шыққан балапандар. Бұлар қазір июль, значит, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, қазір декабрьдің аяғы 5 ай болады. Январда 6 ай болады. Енді январдың аяғынан бастап Алла бұйыртса жұмыртқа беріп бастайды. Кілең тауық. Қазір 14-ті қалды, 6-ауын бір таныс апа сатып алып кетті менен. 4 ай кезінде сатып алып кетті. Қазір енді 14-ті бар, 14 тауық осы жерде жүр. Әдемі тауықтар болып қалды осындай. Жақсы енді. Ал, күн дейтін керемет. +1 болып тұр, но ощущается как -4 деп жазып қойыпты енді. +1 болып тұр, жайлап еріп жатыр. Қар дейтін дымқыл, андай жабысқақ, қарлақтыр ойнауға керім болып тұр енді. Ауа райы бізде батыста осындай болып тұр, Атырау облысында. Міне, күн жып-жылы, керемет. Бұлар жазда сыртқа жібердім, сыртта да жүрді. Бүкіл витаминнің бәрін алып. Бұлар уже 2-3 айдан кейін осындай нен болды. Брама шатыспы. Кейбіреулерінің аяқтарында шалбарлары бар, кейбіреуінің аяғында шалбар жоқ. Біреуі әйтеуір, в общем, біреуі жалаңаш, біреуінде киім бар, біреуінде киім жоқ. Әдемі. Кешірім өтінем. Әдемі осындай тауықтар шықты. Сіздердің жағдайларыңыз қалай болып жатыр? Қыстан тауықтарымыз аман-есен шықсын. Осы керім ауырып қала беретін еді ғой. Бірақ биыл енді шүкір, қар жеп жатыр керім болып. Табиғат қандай. Міне. Заман тыныш болсын. Сау саламатта болайық. Амандықта жүздескенше.